Тұрып айтсаңыздар да болады, аяққа шығып айтсаңыздар да болады. Бүгін осы классың ба сіздерді? Төрі ескі деп бәрі. Тұрып тұрыңдар, қатар тұрғандар, өздерің істегендерін ұстап тұрыңдар. Не жерден тұрып ал. Кел, күшік, үй есігінің алдында тұрады. Кел. Ана жерге кетіп тұр. Ұстап тұр, өзің қолымен ұстап тұр. Ал баста. Біздің бүгінгі ұстап. ертегіміздің аты алтын балық деп аталады. Бала кезімізден көріп келе жатқан ертегі. Ертеде кемпір мен шал өмір сүріпті. Дамир жалғастырасың ба? Я, айта ғой. Қай жерде тұрды? Лашықтан Иә. Шал не істейді? Шал балық аулауға бара жатқан кезде қармағын алып, алтын балық ұстап алыпты. Ал кім? Қалбек Жалғастырады. Алтын балық ұстаған Қалбекпен шалды соғыс істеген. Алда бер. Айта бер. Алтын балық айтады. Шал мені жерші дейді. Алтын балық. Алтын балық сөйле. Алтын бақты ұстаған екен, сен мені жіберші деді. Мен сенің үш тілегіңді орындаймын дейді. Жарайды, сені жіберем, бірақ сен менің тілектерімді орындайсың дейді. Ал кім айтты ғой Ерболат? Ерболат? Менің үйім дәу болсын дейді. Ең бірінші шал не дейді? Менің үйім дәу болсын. Осының тілегін орындайды. Үйіне келсе, кемпірі үйінде үлкен алтын сарайда отыр екен, я? Сөйтіп, кемпірі оған, әй шал, маған үй бітті, енді маған не әкел дейді? Маған билік бер дейді, я? Байлық бер, билік бер дейді. Сөйтіп, шалы көлге, өзенге қайсып кетеді, я? Сөйтіп, не дейді? Алтын балық. Менің кемпірім Байлық. тілейді. Байлық пен билік сұрайды дейді, я? Жарайды деп, шал үйіңе қайта бер дейді, алтын балық не дейді? Осының тілегін орындаған соң, үйіңе қайта бер, саған үлкен билік және басқаларына беремін. Сосын шал үйіне оралады, я? Үйіне оралған кезінде жаңағы кемпірі одан бетер ашуға мініп, әй шал, маған бұл аздық қылады. Алтын балығыңа барып айт, мені сұлу ханшайым жасасын дейді менен. Үшінші тілегің сол болсын дейді. Сол кезде жаңағы шалы өкпелеп, тұнжырап, үйден шығып, Алтын балыққа барады. Алтын балыққа барады. Сосын не болады? Алтын балыққа шал келеді де, алтын балық деп шақырады. Қалай шақырады? Алтын балық деп Алтын балық деп мұңайып тұрады, я? тұрып шақырады. Алтын балық айтады. Менің кемпірім ханшайым болып келеді. Сосын алтын балық айтып, мен сенің барлық тілектеріңді орындап келе жатырмын. Осыны орындаймын дейді ма? Осы менен сен үйіңе қайта бер дейді. Бәрін өзің өз көзіңмен көресің деп қайтарады. Бірақ соңында Не істейді? Кім? Ділшат, соңында не болады? Үйіне келсе, баяғы қаз қалпындағы үйі лашық үйіне айналып кетті. Баяғы алтын сарайдың барлығы жоқ. Кемпір есігінің алдында жаман кіржуықшымен отырған болды. Дамир, сен не жасадың? Итпен ойын күші. Молодец. Ол не істейді? Үйді қориды, лашықты қорып жүретін итпен күшік, е? Ой, молодец. Досы, я? Ал бірінші топтың құрастырған ертегіне біз толық не қылды? Қанағаттандық па? Я, өте тамаша.